Жайғасыңыздар, жайғасын Нұрлан. Мәссаған, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Вау, тілімді жұтып қойып жаздадым ғой мына жерде. Ерекше екенсіз, иә. Есіміңіз? Айнұр. Айнұр. Жасыңыз? 40-та. Қалжың деп ойлаймын. Жоқ. Туған жеріңіз? Мен негізі самолетта, мамам ұшақта келе жатып босанған. Мәссаған. Былай Алматының қызым, Аха. нағашыларым Ақтөбелік. Негізі мен қобалжып отырмын өзімде, бірақ кездейсоқ болмайды дейді ғой. Ораза ай кезінде кім біледі? Бәріміз де осы дүниеде жүрген соң бағымыз ашылып, бақытты өз адамымызды кездестіргіміз келеді ғой. Мен Нұрланды Инстаграмнан көрдім. Не болды? Жалпы Нұрлан екі ойлы болып жатыр ғой мына жерде, иә? Бұл қатысушылардың реакциясы бар оның үстіне. Не ойларын білмей отыр жігіт? 40 жас деген оңай емес қой. Көріп білгеніңіз аз емес. Енді отбасылық өмір болғаннан кейін әйел адам өз-өзін қалай ұстау керек, соны қатысушыларға айтып берсеңіз, бір кішкене ой түйін. Әйел адам бір қолымен бесік тербетсе, өзіне сай азамат болса, оның потенциалы үлкен, соған бір арқау болатындай, бір жұп құрса, сол кезде бәрі де болады. Түсінуім бойынша сіз алдыңызға қойған мақсаттарға жете білетін адамсыз. Қызығушылықтарыңыз туралы айта кетесіз бе? Спортпен айналысқан жақсы көрем, фитнес. Бір 10 жыл бұрын 55 килограмм салмақ тастағам. Вау! Иә. Қанша болдыңыз және қаншаға дейін түстіңіз? 115 килограмм болдым, 60 килограммға дейін түстім. Жайлап домбыра үйреніп жүрмін. Патриотпын, елімді жақсы көрем, жерін жақсы көрем. Халықаралық қаржы орталығын жасаған кезде, құрған кезде, соның конституциялық заңын өзім жазғам. Сондай тамақ пісіргенді өте жақсы көрем. Әрбір пісірген тамағым өте дәмді, ерекше болып шығады. Қандай керемет. Өте мықты әйелі келіп отырған сияқты саған. Жалпы өзіңіз туралы толығырақ айта кетесіз бе? Жаңағы 2 рет ажырасқам дедіңіз. Бірінші рет тұрмыста болған кезде күйеуі марқұм. Имамды. Қайтыс болған. Яғни 2 рет ажырасты дегенге келмейді. Қанша уақыт болды екінші рет екі жаққа кеткендеріңізге? 3 жылдан асты. 3 жылдан асты, иә. Бізді үйретіп жатқан коучтар көбісі ер адам жолын сілтейді бізге. Сол жолмен жүріп, бүкіл алдыма қойған мақсаттарыма жетіп алдым да. Әйел адамның жолы бөлек. Мен өзімді әйел ретінде танып білмеппін. Сол жолға түсейін деп. Айнұр ханым, қош келдіңіз, өте әдемі екенсіз, оқыған білімді жан екенсіз. Жігіттің түр әлпетіне көбірек мән бересіз ба? Мінезі жақсы болса, соған мән бересіз ба? Ер адамда амбиция болу керек. Нұрлан спортта жүргені, оның амбициялары бар екенін көрсетті. Амбициясы бар болса, мен барам, жетем, жеңуді білем деген болатын болса, женская энергиямен направление беріп, оны үлкен биіктерге, шыңдарға апаруға болады деп ойлаймын. 2 балаңыз бар. 2 балам. Балдарыңыздың жасы қаншада? Жаңа сізге Нұрланға келе жатқаныңызда балдарыңыз біле. Балаларым біледі. Менің қызым 20-да, ұлым 6-да. Қызыңызға айттыңыз ба? Қызыма айттым, қызым да ұлым да біледі. Қыз тұрмыста емес, е? Жоқ, ол студент. Бірге тұрасыздар барлықтарыңыз. Таңдауыңызды көрді ме? Я айттым, көрсеттім. Мен балаларым, менің айналамдағы жақындарым ешқашан күмәнданбайды. Мен бір нәрсе шешсем болды, маған тек жолың болсын деп айтады. Мен негізі сенем, адам деген ұзақ өмір сүре алады, өмір сүру керек. Мен 270 жыл өмір сүрсем деп армандаймын. 270. Неге нақты 270? 10 жылда 120 жылға дейін не істеп жүргем. Сосын 200, 220, 270-ке дейін бардым. Адамның 100 жасында жаңа тістер шығады екен. Дұрыстап күтсе, ментальны, да, ішіне сыртына бәрін түгелдеп не істесе, онда мүмкін, әбден мүмкін. Яғни өзіңізді толықтай күтесіз? Яғни рухани жағынан да. Күнделікті тамақтануыңыз қандай мысалға? Басқалардан ерекше ме? Андай пайдалы тамақ. Мучной тәттілерді практически жемейсіз. Сіз менен 15 жасқа дейін үлкенсіз, примерно. Кішкене бір 20 жылдан кейін пенсия шығады. Сіз отырып қалмайсыз ба, мен пенсия шықтым деп, мен өзі жасым қатарым келеді деген сияқты. Келесі 5 минут
ешкімнің де кепілі жоқ, бәрі Алланың қолында. Қазір жолымыз болып, бағымыз ашылып, бірге определенный уақыт бірге болып, бір-бірімізді бақытты ете алатын болсақ, 15-20 жылдан кейін мен үйде отырып, апа болып кетем ба, жасарып кетіп, одан сайын алатын белестерге ұшып барам ба. Қазіргі сәтке жауап бере алатыным жүректің қалауымен келдім. Сіздің түсінігіңізде, сіздің ойыңызда бақыт деген не? Жүрегіңе шолу жасап, шынымен мен өз-өзіме ризамын. Әрбір басқан қадам мені бақытты қылады, мен айналамды бақытты қылама. Сонымен жүремді, мен үшін бақыт, әрбір алған демім бақыт. Мысалы, мен үшін бақыт деген жүрек тыныштығы. Өзіңізге мінездеме бере кетесіз ба, сырт келбетіңіз жайлы айтып кішкене? Керісінше саған сұрақ қойыншы, сен шымылдықтың артында отырған адамды қалай елестетесің? Содан кейін барып өзің сипаттап көрсінші. Бойы примерно маған осындай болды сияқты. Шашы иықтан түскен, қатты күліп жүрді. Шашы қысқа ма? Өзінің фигурасын сақтаған. Бидай, ақшылдау бидай реңді, былай. Көзі кішкене андай сияқты ма? Или ондай емес па? Образың сол маған қара деген сияқты образ ғой. Жалпы бұндай образ таңдауға не түрткі болды өзің? Мен өз-өзімді зерттей бастаған кезде мен түсінгенім, өзімнің ішіндегі креативімді, талантымды ашқым келеді, көрсеткім келеді. Сіз өз-өзіңізді толық аша алдым деп ойлайсыз ба? Статистикамен алатын болсақ, толық ашылған адамдардың 10%-ына кірем деп ойлаймын. Мен Бірден көзбен көрмедің бе? Сөзбен естігенше. Ерекше дегенге, кәдімгі ерекше екен ғой. 5-ші маусым тура осындай ғой менің шашым. Қалжыңдайды, ондай болған жоқ, бірақ шашыңыздың түсі расымен де ерекше қалай шығардыңыз? Әдемі, өзіңізге жарасып отыр. мен мына жерде Американка ұқсайды екен өзі, да? жас үлкен кісілердің жас балалар таңдап келу тренд болып кетті ғой енді. Неге жас балалар сіздерді бір 4-5 жас үлкен жігіттер емес? Қандай қырмен сіздерді жас балалар көбінесе баурап жатыр, мен соны түсінбедім. Бұл деген жас екен-ау деп жүгірген әңгіме емес. Адам, бірінші адам. Нұрлан өзінің инстаграмын көрдім. Қарап, сосын ойладым, жақсы жігіт екен. Ер адам болып жетілгеннен кейін ол жас па, үлкен ба, қатты. Сіздің киноңызге, сіздің стиліңізге деген мына жақта бір кісі бар. Сол кісіге келсеңіз тең-бе-тең болатын. Динозавр деген кісі отыр ғой енді арамызда. Сол кісіге стиліңіз келетін еді негізі. Айнура, қош келдің. Айнура менің подружкам. Бұл конкурстан да орын алған, еще шетелге Греция, ба? Греция, Европе. Соны айтшы. Мен Европада Mrs. European Nations Globe Cruise деген основной коронаны алып келдім. Неге кеше экспоға адамдар солай реакция беріп жатыр? Мен мысалы экспоға нормально қараймын адамдар. Я тоже не стандартная бабушка, былай қарап тұрса әжемді. Неге? Өйткені маған көбісі жазады, мына кемпір неғып отыр. Неге? Потому что біз үйреніп қалдық, ана матрица дейді ғой. Бір стандарт нәрсемен өмір сүріп адамдар үйреніп қалғанбыз. Бірде келеді, бір адам былай аттаса, бұл дұрыс емес деп соны шұқимыз тауықтар сияқты. Ол адам, әр адам тұлға өзі біледі, не істесе де, қалай киінсе де. Айнураның шашы мынандай жасыл болғанмен международный юрист, мысалы шетелде оқып келдім дейді. Бұл кісінің стиліне ештеңе деп жатқан жоқпыз. Просто неге өзінен недәуір кішкентай балалар таңдап келеді деген жақты. 4-5 жас үлкен мысалы кісілер де бар, ақыл тоқтатқан кісілер де бар мысалы. Кеше мына жерде көз пікір таластық туралы, Шыңғызға келген үміткер туралычы. 5 жаш болса ол тең құрдаш деп менімен пікір талаштың да сенче. Шынайы жауап бер. Өзіңнің ойың қандай эми? Бұл эже келді, қош келіпсіз. Мен кәдімгідей мен үшін мәселе жасы. Енді арамыз 13 жас қой, енді бір сырт келбетіңіз бәрі әдемі, бірақ дегенмен де мен үшін кәдімгідей ол ойланатын жағдай ол. Меніңше Айнура ренжімейді оған, иә? Тіптен осылай айтуы мүмкін деп те күтіп келген сияқты.